мына жағаны сіз мен сияқты принтерға печаттап алыңыз. Ол жаға рубашканың жағасын үйрену үшін бізге осындай лекал керек. Ол лекалды сіз қиып аласыз. Бұл тек қана үйрену үшін, ал жағаны тігіп үйренгеннен кейін пішуде ешқандай қиындық болмайды. Сондықтан да бірінші осы менің дайын лекалмен жұмыс істеп көрейік. Тігу үшін сіз арнайы мата сатып алмаңыз. Бізде жаңағы ХБ матадан, мақта түскен матадан бұны қазір пішіп аламыз. Пішкен кезде мен пішемін түрлі түсті матадан, сізге түсінікті болу үшін. Ал кеттік. Мына ХБ мата. ХБ мата. Менің пайдаланатын булавкаларым осындай. Қанша сантиметр қалдырамыз? Тігіске қалдырайық. Тігіске әзірше. Негізінде 0,5 қалдыруға болады, бірақ мен шамалы 0,7 қалдырайын, е? 0,7. Сіздер үйрену үшін 1 сантиметрде қалдыруға болады. 0,7. Жоғарғы жағына да 0,5-тен қалдыра салам. Міне. Дублиринге емес. Бұл менің жағамның жоғарғы жағы болсын. Енді мына матадан жағаның стойканың екі жағын пішу керекпіз. Астыңғы және үстіңгі жағын. Менің артынан қайталап, осылай сізде тігіп көріңіз. Бұл тек қана үйрену үшін. Болашақта біз толық киімдерді тігеміз. Бұл толық киімдерді тігу үшін бірінші осындай детальдардан үйренейік. Мінекей 7 мм қалдырдым. 7.
жоғарғы жағына 0,5 қалдырдым. Неге 0,5 қалдырдым? Өйткені тігуге ыңғайлы. Негізінде мен қаншаны бүйтіп көтеріп қимаймын. Қазір маған камера, конечно, мешать етіп тұр. Міне, екінші стойкам. 1-2 стойка кетті. Дублерин клейлейміз. Енді мынау мені жағам. Жағамның жалпақтығын қарайын ал. Жағаның жалпақтығы 4,5 сантиметр. Емесі орысша отлет дейді. Менде бар оқушыларым. Орысша да керек, қазақша да керек, екі тіл кейде бірдей жүреді. Міне жағаның жалпақтығы. Изгиб деген бүгілу орны. Воротник деген жаға. Бұны да екі түрлі түсті матадан пішемін. Үйрену үшін осындай маталар өте жақсы. Қараңшы, кейде булавка дұрыс кірмесе, ондай булавканы мен алып тастаймын. Қағазға орап, лақтырып жіберуге болады. Өйткені кейде ол матаны тесіп жібереді, егер де ұшы жаман болса. Мына қараңыз. Мына жағаға 0,5 0,5 мінеки. Енді сарыдан тағы да бір жағын пішіп аламын. Сол кезде сізге түсінікті болады. Үсті, асты, қай тігісті не үшін салып жатырмын, не үшін тігіп жатырмын, қазір көресіз. Так. Ноль без.
05. Мына пішілді. Жағаның үстіңгі жағы, жағаның астыңғы тік жағасы. Бұл тек қана үйрену үшін. Шын жаға ретінде бұны пайдаланбаймыз. Дублерин, фрезелиннің екі түрі бар. Мысалға мынау матадан емес. Көріңіз, қазір деген технология алға кетті. Енді менің жұмысым кривеп шығу. Кривлеу үшін мен қиып аламын. Sorry. Және стойканың бір жағына. Кейде мата өте жұмсақ болады. Онда екі жағына да жабыстыруға болады. Кейде сізге қатты жаға керек. Онда мына жабыстыратын кілеленген матаның қаттырағын пайдалануға болады. Мен бұлай ойлаймын. Дублериннің әр түрін сіз көріңіз, жұмыс істеп көріңіз, ұстап көріңіз. Сосын іс жүзінде айта аласыз. Иә, маған мынау ұнады. Иә, болмаса маған ұнаған жоқ. Мата қандай? Матаға да байланысты. Бәріне де байланысты. Машинаға да байланысты, матаға да байланысты. Адамның көңіл күйіне де байланысты. Мысалы, мен тіккенде демаламын. Сондықтан да жақсы көңіл күймен отырған дұрыс тіккен кезде. Міне, енді өтекке барамыз, кірелейміз, сосын машинаға отырамыз. Кеттік. Стойканы созып жібермеу керек. Фрезелин кірейленді.
Енді бізге қандай дайындық керек? Мен жаңа мына шеттен 0,7 мм қалдырдым. Есіңізде ғой? 0,7 мм мен қазір қайырып өтектеп шығам. Міне былай. Ыстықты мынандай любой ағаш, таза ағашпен басып алуға болады. Сол кезде бұл қаттырақ басылады, ыстығы кетеді ағашқа. Мына көп алып қойдым. Қараймын, дұрыстап жүремін. Ұнамайтын жерін. Бұл жұмыста асығыстық керек емес. Асықпай. Міне. Мен болашақ стойканы дайындап қойдым. Қазір тіккен кезде астындағы көк стойка, көрдіңіз бе? Сонша көрініп тұр. Енді өтекке кеттік. Өтектен машинаға кеттік. Булавка қыстырып алуға болады. Қол инемен іліп алуға да болады. Мен үшін булавка тездеу, ыңғайлы. Сіз енді көріңіз өзіңіз. Осындай булавка алсаңыз, тіпті жақсы болар еді. Қараңыз ал. Мына тігісті бастадым. Ине, машинаның инесі, то есть мына жіпті, мына лапканың астына жібердім. Егер үстінде болса, ол шайналып қалады. Кейде мен осылай матаны беріп отырам. Көрдіңіз бе? Мынау үлкейіп, асты жақсы отырады да, үсті көтеріліп кетіп жатыр. Сондықтан да матаны осылай беріп отырғанда дұрыс болады. Булавканы алып тастаймыз. Енді мына қараңыз, мына көк жақ, ол жағаның әдемі жағы. Ал сары жағаның астыңғы әдемі жағы. Бірақ ол көзге болашақта көрінбейді. Сондықтан да қараңыз, мен қазір тігіс саламын. Мына сарының үстімен, неке булавкамен көрсетейін. Менде қазір тігіс түседі. Міне, осылай. Артын қарасақ, көрдіңіз бе? Мына тігіске қалдырылғанның бәрін іліп алып кетіп тігейін деп тұрмын. Біз бұны айтамыз 0,1 мм тігіс беру.
Ол не үшін керек? Ол мына көк мата болашақта жағаның сыртына шығып тұрмайды. Міне мен қойдым булавканы, жіп астында. Алдын ала өтектеп те алуға болады. Менің матам, мына тігіп отырған матам мені тыңдайды. Сондықтан да мен бөтектемей-ақ тігіп отырмын. Негізінде тігу мен үтіктеу ол қатар жүреді. Сіз қанша тігесіз, сонша үтіктеп отырған дұрыс негізінде. Мысалға менде қазір сол жағымда үтігім дайын тұр. Мен үтік үшін орнынан тұрмаймын. Міне біз тігіс беріп шықтық, я? Енді мен аударамда қараймын. Мына артық қалған матаны қиып алып тастаймын. Сол кезде мен рубашкам жағасын іші қалыңдығы шамалы жұқарады. Кейде былай да істеуге болады. Мысалға тек қана мына дублерин жабысқанды ғана қиып тастауға болады. Мына жағынан, ар жағынан кіре алмадым. Міне, қараңыз. Тек қана осыны ғана қиып алып жұқартуға болады. Қараңыз, мына жақта екеуін қатар алдым. Мына жағында тек қана дублерин жабысқан жақты алдым. Мына жағын қалдырдым. Ол екеуі де жарайды. Енді жағаның мына әдемі жағын шығару үшін қараңыз. Жаға менде дайын түрі бұлай деп тұр. Астыңғы жағы осылай, бет жағы міне. Сондықтан да қараңызшы, бүгілген орны мына көк. Ішінен екі жаққа тігіс салу үшін мен осы көктен бүгілген біліп, мына қараңыз. Осылай бүктім. Мен оны мына тігіспен бірдей бүккен жоқпын. Сәл тігістен кетіп, осылай бүктім. Булавка қыстырамыз. Міне. Қазір осыған мен тігіс саламын. Мына жаға да солай, қараңыз. Дайын түрі міне. Енді көк ол беті, сары асты. Сарыны сәл 1 миллиметр шығарып тіге беруге болады. Өткені үстіңгі мата және астыңғы мата 1 миллиметр екеуі бір-бірінен айырмашылық болған дұрыс. Мына қараңыз, көрдіңіз бе? Сарыны мен мына көкпен бірдей тігіп тұрған жоқпын, сәл қойдым осылай. Енді мысалы ертең шифон матада. Шифон маталарда бүйтіп қайта-қайта қиып, оны жұқарта берудің керегі жоқ. Өткені матаның өзі тартсан жыртылайын деп тұрады. Мына мата қалыңдау.
мына астындағы сары сәл 1 миллиметр. Мына бұрышының қалыңдығын алып тастадым. Қараңызшы, қазір аударған кезде мына мына тігіс бойынша көрдіңіз бе? Мына қалыңдық кедергі жасауы мүмкін. Сондықтан да тағы да алып тастаймын. Мына жағын да тексерейін. Өйткені бұл мына тігіспен бірге. Мына, иә. Енді аударамыз. Әрине, өтек басып жүрген дұрыс. Және қалай аударам? Осылай ұстап тұрамын да. Мына аудардым. Мына бұрышын булавкамен шығаруға болады. Сары ол асты, көк ол беті. Осылай бұрышын шығарамыз. Егер де бұрышы дұрыс шықпаса, қайтадан аударып, қалыңдығын алып тастаған дұрыс болады. Мысалға мен ұстап тұрмын, менде мына жер өте қалың болып тұр. Аударып, жұқартқым кеп тұр. Сондықтан да мына екінші жағын тағы да тексеріп, аударып жіберемін. Жұқартып жіберемін аударуға. Бірақ қатты кеспеңіз. Жаңа жұқартқаным, мына ұстаған кезде жұқарды. Бірақ қатты жұқарған жоқ, бірақ жұқарды. Міне. Жағаның тігу тәсілдері бірнешеу, бұл соның бір түрі. Басқа түрлерін Құдай қаласа көрсетемін. Ал мына бұрышы қатты болып кетті. Ішіне кіріп қайтадан аударамын да. Дұрыстап қараймын. Қараңызшы. Мына жағынан да алып тастауға болады мына қалыңдықты. Осылай. Бір кішкентай бұрышқа соншама тігілген бірнеше қатар қабаттар қосылғаннан кейін бұл бұрыш қалыңдап кетеді. Егер де видеоның скоростын тезге қойсақ, мен бұны тез аудардым да көрсете қоям. Сырт көзге қарағанда бір жеңіл болып көрінеді. Ал шын мәнінде бұл еңбек. Осылай отыру керек. Асықпай шығару керек. Дұрыстау керек. Мінекей. Қанша дұрыстадым, сонша дұрыстадым. Енді бұл жағаны өтектеп жіберейін.
жаға өтектелді. Енді білеміз, көк ол менің әдемі бет жағы. Мына көкке тігіледі қазір. Мына дублерин кірейленген роз, мына қызыл түс. Былай. Тіккен кезде бұл аударылады. Осылай қойын. Енді бұны тігу үшін жағалардың ортасын белгілеп алуға болады. Жағалардың ортасын бормен белгілеуге болады. Я болмаса кейбіреу кішкентай ғана қиып қояды, бірақ қиғанда байқаңыз. Қиылған нәрсе сөгіліп кетуі мүмкін. Мысалға мына мата, мына астыңғы матасы дублеринсіз, фризелинсіз, Егерде мен қазір бұны қисам, матасы шашақталып кетуі мүмкін. Ортасы. Біздің жағамыздың ортасын. Сосын тігіп болғаннан кейін, өтектеп болғаннан кейін тексере салуға болады. Қай жері артықтау, қай жағы тіккеннен кейін, үтіктегеннен кейін, қай жері қысқарып қалды. Соны дұрыстап жеруге болады. Қазір көрсетем. Міне. Қараймын. Еш жерде отырған жоқ, сәл дублериндер ғана көрініп тұр. Тексердім. Ортасын таптым. Міне. Сәл 1 миллиметр мүмкін. Дұрыстап жерге болады. Флизелин. Міне ортасы. Стойка, воротник. Міне қараңыз, қалай қосайын деп тұрмын. Міне өтектелген, клеевой клейленген беті кездеседі жағаның мына бетімен. Міне кездестірттім. Булавкамен ортасын қыстырамын. Міне астындағы стойканы да қойдым. Енді екі стойканың ортасына, тік жағаның ортасына, мына біздің жалпақ жағамызды кіргіздім. Қараңыз, мына жер бұл енді тік емес қой, жаға сәл бүгіліп тұр. Міне бүгілуді бір-біріне жақындаттым. Осылай. Қараймын. Булавка дайын тұрса жақсы болар еді. Булавка алам дейінше. Менің курсымда біз бұны тіктік, кейбір курста дайын көйлекте тіктік, кейбір курстарда осылай пробник ретінде
курсқа келген адам зат киім тігіп кеткісі келеді да. Ал өзіңіз көріп отырсыз ғой, бұны түсіндіру, тігу қанша уақыт алады. Міне, булавка қыстырып алдық. Енді мына моментті қараңыз. Бағана бүгіліп тігілген, мына бүгіліп өтектелгенді және оның астындағы мына көк, ашық көкті көрдіңіз бе? Мен қатар қоймай осылай тігемін. Осы бүгілуімен тіккен дұрыс болады. Так, камера. Мынаны біз артқа беріп, жіп сөгіліп кетпес үшін осылай жаймендеп жүреміз. Артқа беріп. Ал мынау біздің стойканың алды. Сондықтан да әркім өз машинасына үйреніп, болашақта тігістеріңіз әдемі бола береді. Енді қарайық жағаға. Мына жаға тігілді. Мына бұрыштар, көрдіңіз ба? Мына бұрыш кейде біз осылай қиып жүреміз. Әдеміреп, мына тігіске бір 2 мм жеткіздірмей. Кейде бұны жұқартып қиып жүруге болады. Мен сізге екеуін де көрсетейін, иә? Мына. Мысалға мен мына жағын жұқартып осылай қидым ал. Екінші жағын 2 мм жеткіздірмей тігіске қидым. Мына ортасын сәл жұқартуға болады. Мен жартысына дейін жұқартайын, сосын сізге көрсетейін. Жартысына дейін осылай жұқартуға болады. Енді аударамыз. Көрдіңіз бе? Аударған кезде, егер де мына жерге біз қайтарып тікпесек, сөгіліп кетеді. Мына. Енді екінші жағы. Бұл да жақсы. Екеуі де жақсы. Болашақта матаңызға қараңыз. Шашақталып кететін матама әлде өз формасын ұстап тұра ма? Қараңыз, енді мен қазір өтекпен көреміз. Егер де мына жер кейде жібермесе, бұл жерге де
мына тісечка беруге болады. Бірінші вариант. Екінші вариант. Мына тігіске жақындатып 0,2 мм қиып жіберуге болады. Енді өтектейміз. Және көреміз қалай болашақта сіз мойынға қосасыз. Машинаның тігісі түскен жерін мен өтектеп жіберемін. Өтектеп жібердім. Мына көк, мына қызғыш түстен көп болып бетіп шығып кетпеген дұрыс. Екеуін бірдей қояйық. Мына егерге қарасақ, сәл көк көрініп тұр. Мына негізінде екеуі бірдей болған дұрыс. Оны өтекпен келтіруге болады. Қарайын, мынау қиылған. Енді қараймыз. Мынау менде ашылып кетпеу керек. Негізінде мына біздің өтектеп қойғанымыз кетіп қалады ғой, өтектегенде. Ол да мүмкін. Сондықтан да бұны алдын ала тігіп қоюға болады. Көктеп, қол инемен. Мына біздің жаға. Жағаның түрі. Ал бұл жаңағы мойынға қалай тігіледі? Оны біз толық рубашка тігу сабағында қарастырамыз. Ең бастысы осы жағаны жаттығу керек. Жақсы матадан тігілген көйлекті бүлдіріп алмас үшін. Сіз бірінші осыны үйреніңіз, бірнеше рет тігіп көріңіз, тігістеріңізді қараңыз, машинаның тігістерін тексеріңіз. Қандай фризелин, қандай дублеринмен жұмыс істеуге болады. Сосын ендігі этап бұған петля жасау. Петляны қазір жасауға болмайды. Бұл мойын тігілгеннен кейін петляны мен бөлек көрсетемін. Мына осының аты рубашечный воротник дейді. Бұл жаға бұл манекенге жарамайды. Бұл тек қана көрсету үшін ғана мен бұл манекенге кигіздім. Қараңыз. Жағаның ішкі жағы, жағаның сыртқы жағы. Сонда флизелинді біз мына қызғышқа және мына көкке кіреледік. Ал мына ашық сары мен ашық көкке кірелеген жоқпыз.
осындай жаға шықты. Ал жағаны қалай сызу керек, ол менде арнайы сабақ болды. Бұл сабақ тек қана технология сабағы. Қалай бұны тігіп үйрену керек.